Сәлем достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бауырдан жасалатын торттың рецептін ұсынамын. Өте күшті, холодный закускаға самый раз болады. Үйде егерде бауыр болса жасап көріңіздер. Мен тайынша малының бауырын қолдандым сізде. Қой, сиыр қандай бар қолдана берсеңіздер болады. Мен мына жақта біріншіден 2 порция жасап жатырмын, сондықтан ингредиенттерін өте көп қолданып жатырмын, шошып кетпеңіздер. Ал 1 порцияның ингредиентін мен описанияға қалдырамын. Ең алдымен бауырды турап аламыз, көбек-көбек қып. Жақсылап турап аламыз. Блендерге салып айналдырамыз. Блендер бізге оны есіп беру керек. Жақсылап айналдырамыз. Бір қалыпты болғанша сұйық боп. Дайын болған бауырымызды ыдысқа саламыз. Құямыз ыдысқа. Үстінен тұз сеуіп, сүт, жұмыртқа жарып. 1 порцияға 2 жұмыртқа жетеді. Мен 2 порция болғандықтан 4 жұмыртқа қолданып жатырмын. Миксермен жақсылап араластырамыз. Үстінен қаймағымызды қосамыз. Араластырамыз. Ұнымызды ситадан өткізіп, ақырын-ақырын шамал-шамалдан салып, миксермен араластырып отырамыз. Бірден салмаңыздар, шамал-шамалдан қосып отырыңыздар, ситамен өткізіп. Жақсылап араластырамыз. Енді үстінен сұйық майымызды қосамыз. Енді тағы бір контрольне жақсылап араластырып аламыз. Және де қыздар бұрыш қоссаңыздар болады. Мен шамалы бұрыш қостым. Міне қамырымыз дайын болды. Енді пешіміз қатты қыздырып қойып, блинның табасына кәдімгі блинчик пісірген сияқты бір ожаудан құйып, осылай пісіріп аламыз. Астына май жағып отырыңыздар. Міне осылай дайын болу керек. Асықпай, пешті ақырын бая қойып, жақсылап пісіріп алыңыздар. Міне мен блинчиктерім өте көп шықты. Бұл 2 порцияға қайтадан ескертіп айтып кетемін. Ал енді начинкасын дайындаймыз. Жуаны жақсылап тураймыз. Морковты чуркадан өткізіп, пешімізді қыздырып қойып, табамызға сұйық майды құйып, морков пен жуаны жақсылап турамыз. Үстіне шамалы тұз себіңіздер. Жақсылап турып аламыз. Подливамыз дайын болғанша чеснокты теркадан өткізіп, майдалап майонезбен араластырамыз. Подливамыз дайын болды, начинкамыз, то есть жақсылап қуырып аламыз, сап-сарғып. Енді тортымызды жинаймыз. Осылай әр блинчиктің арасына майонез, начинка салып араласып жағып толығымен бірінің үстіне бірін қойып жасаймыз. Осылай әр блинчиктің үстіне майонез жағамыз және начинка жағамыз. Осылай тортымызды жинаймыз. Өте дәмді, ер адамдар жақсы көреді. Холодный закуска самый раз. Міне өте дәмді, сочный болып шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің инстаграм парақшама және ютуб каналыма тіркелуді, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сізбен бірге болған Айман Серікқызы.